Армысыздар. Жалпы саясатта өнер, өнерде саясат. Әншілер мен әртістер жезөкшелер сияқты, оларға ақша берсең, айтқаныңның барлығын істей береді деген қалыптасқан естіп жүрген бір үлкен сөзіміз бар, иә? Бірақ соған байланысты әр нәрсенің екі қыры бар демекші. Біз осыдан бұрын ұнатпайтын, жалпы қазақ қоғам мүлде қабылдай алмаған 91 және Ирина Кайратовна деген топ бар. Бұл өнерпаздар орысша сөйлейтіндіктен, өзгеше бір қылықтарымен қазақ жастарын аздырады, қазақ жастарына үлгі болатын азаматтар емес деген сияқты бізде ойлар айтылып жүрген еді. Алайда соңғы кездегі осы өнерпаздардың әндері, клиптеріндегі және олардың қозғап отырған мәселелері біздің диван батырлар мен тырнақшаның ішіндегі ұлтшыл патриоттар айта алмаған, олар жасай алмаған, яғни бізде көбісі қазақ тілді әншілердің, қазақ тілді өнерпаздардың жағымпазданғанына қарама-қарсы бұлар батыл-батыл халықтың мұң-зарын, ішкі көкейіндегі ащы ауыр мәселелерді көтере білді. Осы өнердегі саясат туралы алдағы уақытта көп ойларымды, топтамаларды шығарғым келеді. Ал бүгінге Ирина Кайратовна тобының 5000 деген клибіне тоқталайық. Себебі осыдан бұрын мен бұл жайлы реакция немесе талдаулар түсірем деп ойламаған едім. Алайда шетелдіктердің өзі мұна клип шедевр деп таңғалып жатқаннан кейін және оны қазақ тілінде қазақ аудиториясына бір жеткізуді өзімнің кішкене парызым деп есептедім. Ендеше кеттік. Клип топтың өзінің интросымен басталады. Байқап отқандарыңыздай Майшам. Jamal and Gandhi. Bet bitin tastar, bit bitin bastar. Sen pis bitin zat бар, ешкімге айтпа, оставь там это. А где твой план, что все это заработало? Гонишься за модой. Мына эпизодтардан нені көруге болады? Біз Майшамды көрдік. Майшамды кезіндегі Сұлтанмахмұт Торайғыровтар айтпақшы, қараған қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам дейтіндей, осы алаш арыстары Әлихан Бөкейханов бастаған тұлғалар әрбір қараңғы қазаққа, яғни Майшам алып ағартуды бастаған еді. Осы жағынан бір астарлы дүние деп есептейміз. Және мына тұрған мұртты кісі бұл Әлихан Бөкейхановтың образы десек те болады. Бұны НКВД-ның кезіндегі Сталиннің жендеттерінің ұрып-соғып, тепкілеп, аяқтың астына, таяқтың астына алып жатқанын байқауға болады. Бұл кісінің атылар алдындағы суретке түсіріп алған және одан бұрынғы суретімен соңғы атылар алдындағы қорлықты қатты көргені соншалық аз уақыттың ішінде кәртейіп, түрі адам шошырлықтай кейіпке түскенін байқауға болады және қабырғаға тұрғызып алып атқалы жатыр. Мінекей, мына жерде оқтың тиіп жатқанына қарап, біз қабырғада бұл атылып жатқан алаш арыстары бірінші емес, Әлихан бірінші емес екенін көруге болады. Қабырғадағы оқтардан басқа да арыстардың атылғанын көруге болады. Өйткені 100 мыңға жоқ зиялы қазақ болды десек, соның 25 мың осылай ат тастаған екен. До утра даже всю дрянь выкину здесь, пора уже, нет, это бред, ведь ты под опекой демона, неосознанно все делаешь. Мінекей, өлім алдындағы сәті Әлихан Бөкейханның және үстіне кебін жапқан костюм шалбардағы мына кеудесінде Қазақстанның туының значогы дейік па, төс белгісі бар бір шенеуніктің бізге қарап мысқылдай күлгенін байқауға болады. Сөйтіп, бұрынғы алаш арыстарының үстіне кебінді жаба салды, ешкімге білдірмей деген сияқты. Яғни біздің Әлихан Бөкейхан қазақ үшін, қазақтың жалпы алғашқы төрағасы, алаш партиясының төрағасы бола отыра, қазаққа соншалық ағартушылықта, жалпы саясатта үлкен бастамалар жасағанымен, бұл кісінің атында бірде-бір университеттің аты жоқ. Қарағанды мен Астананың өзінде соңғы жылдары шулатып жүріп көшенің атын әрең берген едік. Келесі кадрда кезіндегі Қабанбай, Бөгенбаймен қатар шапқан біздің жоңғарлармен жерімізді қорғап қалған батыр бабаларымыздың мүрделері. Одан кейінгі мына аштық жылдарындағы Голощекиннің кезіндегі және мына жердегі эпизодқа қарасақ, қазіргі тәуелсіз жастардың ұялы телефон шұғыл отқаны аузында сағыз екені және планшет ұстап отырған жастың соңғы кезде Әлихан Бөкейхановтың жаңағы азапталған суретін TikTokта келемеж деген еді. Соны көріп отыр.
Енді қызық, мына жерде байқасаңыздар, мүрделердің үстінде, анау бір кісінің үстінде жатқан қанға боялған, қан шашыраған ту. Бұл Алашорда үкіметінің туы. Қазіргі Түркия мемлекетінің туымен бірдей екен, бірақ олар қызыл ту болса, біздікі жасыл ту. Байқасаңыздар, мына жерде мына жігіттің кеудесінде Алаш және 2049 деген белгі сөздер, сандар жазылған. 2049 деген мына көрсетілген фильмде осы 30 жыл бойы бір кек сақталып немесе бір жасырылған құпиялардың ашылатын сәті туралы айтылады екен. Бұл осы біздің 30 жылдық көптеген құпиялар бар екені, саяси құпиялардың бар екені белгілі, соған байланысты жазылған болуы мүмкін. Ал Алаш, сол кезіндегі Алаш арыстарының идеясы қайтадан осы жастар алып шығуы мүмкін, немесе 2050 жылда да бізге бір сілтеп тұрған болуы мүмкін. Сонымен қатар мына жерде байқасаңыздар, фонға назар аударсаңыздар, Ахмет Байтұрсын мен Әлихан Бөкейханұлылардың көзінде анандай қызыл белгі тұр, логотип сияқты. Бұл Бейсен деген 89 жылғы жігіт осы 2020 жылы белгісіз себептермен өлі денесі өлі табылған болатын. Яғни мынандай суреттерін мемдарын салып жүрген еді, соған байланысты осындай жағдайға белгісіз күйде қайтыс болды. Біз енді Алтынбек Сәрсенбайұлы, Заманбек Нұрқаділұлы сияқты саяси тұлғалардың осындай жағдайға душар болған білеміз. Бұл да бір құпия өлім ретінде қалып отыр. Мінекей қарап отырсаңыздар, ақшаны біздің шенеунік құбырға жұлып жатыр. Және қолында көмекшісі ма, хатшысы ма, жоқ әлде көңілдесі ма бір қыз, яғни келеді де Нұрсұлтан ЛРТ деген конструктордың қорапшасын ұсынады. Және мына жігіттің артқы жағында картина тұр, ол жерде қоңыз. Яғни бұл коррупцияға бағытталған сондай бір ырым бар екен. Жақсы ұрлану деген сияқты техникаға байланысты. Мінекей шенеунік жаңағы Нұрсұлтан ЛРТ-ны баласына беріп жатыр. Бұл жерде билікпен халықпен салыстыруға болады. ЛРТ-ны берді, бәріміз білетіндей, бәленбай миллиард долларға шығындалған ЛРТ жобасы тек қана алып бетондары Астананың көркем көшелерінде тұр, бірақ үстіндегі транспорт, яғни көлік жоқ, жүрдек пойыз жоқ, жай ғана бетондары қалды. Бұл Қазақстандағы коррупцияның бір ескерткіші десек болады. Соны бала алып отыр, бірақ бұны не істейтінін түсінбей отыр. Баланың сұрағанынан не істеймін деген сияқты сұрағына ешқандай жауапсыз, ешқандай әрекет берген жоқ. Яғни бізде халық сұрау саламыз, неге бұлай, неге мына жерде осынша ақша шығындалып жатыр, неге мынаған жауап бермейді дейді. Бізде шенеуніктер біздің ондай сөздерімізге, халықтың сөзіне пысқырып та қарамайтыны рас. Мінекей бағанақтағы атылған кісі. Енді мына жерге мән берсеңіздер болады, сол атылған кісінің байқаған шығарсыздар, кеуде тұсынан 2 рет және басынан 1 рет атылды, артынан келіп. Сол атылған кісі қолында микрофон жатыр. Бұл яғни Заманбек Нұрқаділұлы. Оны мына жерде жатқан дело деп тұр. Сол істе 2005 жыл қараша айының 12-сі деп отыр. Заманбек Нұрқаділұлы тура сол күні қайтыс болған болатын. Өз үйінде өзін 2 рет және басынан 1 рет, яғни өз-өзін 3 рет атқан, және мына жерде көрсетілгендей самоубийство деп тұр, өзін өзі өлтірген. Сондай деректер бар. Ол кісінің микрофон ұстап тұрған себебі, бұл кісі Мақпал Жүнісовамен бірге дуэттер, әндер айтқан, яғни өнерден алыс болмағанын айтуға болады. Мінекей келесі эпизодқа қарасақ, берегите себя, берегите близких дейді. Бізде карантин уақытындағы ең бір шулы, жаңағы масқара болған сурет, картина десек болады. Өйткені филиппиндік бір қыздың суретін бұл ашық дерек көздері бойынша Google-да мынау сияқты бірнеше жан-жақтан түсірілген сурет болатын. Сол суретті көшіріп алып, біздің бүткіл Алматыдағы баннерлерге, Алматыдағы көшелердің барлығына осы суретті қойған болатын. Халық қатты ашуланған еді, біздің бір сурет түсіргенге біздің жағдайымыз жетпей ме, сонда елдің түсірген суретін көшіріп алып келіп, бұлай масқарала салу кішкене ақылға қонымсыз болып тұрғаны рас.
Кенетти тікелей эфирімді тек текелер көреді тебірен теңге келеді дегенмен өскен жерімде келейін қойып қойдым көлденең сөзімді қайталайды бүкіл ел менде бәрі жақсы. Мінекей кейіпкеріміз тағы да шенеуніктің образына енді, қолында шампан. Мінекей байқасаңыздар, жыл сайын Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осыдан бұрын шампан ұстап, үнемі жыл сайын құттықтау тілектерін айтатын бар еді. Соған шыршада ақшалар бейнеленген, ақшалар ілулі тұр. Мына жерде біз нені көреміз? Карантин уақытында бізге жасанды тыныс алдыру аппараттары өте өте жеткіліксіз болды. Көптеген азаматтар осындай тыныс ала алмай қайтыс болып өмірімен қоштасып жатты. Ал шенеуніктердің барлығында болды. Ар жағында салют атылып жатыр. Мына жерде байқап отырған боларсыздар, карантин уақытында көптеген азаматтарға жасанды тыныс алу аппараттары жетіспеген болатын. Ал шенеуніктердің барлығы ондай проблемаға жолыққан жоқ. Біздің кейбір қайырымды кісілердің барлығы ақша жинап, бір-біріне осындай жасанды тыныс алу аппараттарын алып берген болатын. Шыршада бейнеленген 5000 теңгелер, соның қасында мәз-майрам билеп жатыр. Ар жағында салют атылып жатыр. Яғни Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жазда карантинда коронавируспен ауырды, бірақ туған күніне 2-3 күн қалған кезде қайтадан жазылды және туған күнін дүрілдетіп, тіпті елдің бәрі көбісі жақындарынан айырылып, бір қиын жағдайға тап болып жатқан кезде, көптеген азаматтар о дүниеге аттанып жатқан кезде бұл кісілер салют атып, Назарбаевтың туған күнін Астанада тойлаған еді. Мінекей керемет үлкен ауыр кадрлар. Және келесіде қарап отырсаңыздар, мына жастар келеді да шенеуніктердің кеудесінен тоқта деп, кеудесінен басады. Жастар. Мінекей жастардың артында, онында бірге тұрған жаңағы батырлар, бұрынғы 17-18 ғасырдағы, одан кейін кезіндегі 70 жылдардағы кейбір тұлғалар тұруға байқауға болады. Мінекей шенеунік жатыр. Қасында да шенеуніктер жатыр. Бұл Қазақстанның картасы екен, және Қазақстанның барлық картасындағы шенеуніктер мүрдем қапқан десек болады, барлығы өлген, және солай сотталып, қабірге тастап жіберді ме, сондай мағынада. Және оны ашатта біздің жастар жаңа картаны бейнелейді, әппақ, ешқандай коррупциясыз халықтарының барлығын лақтырып тастады десек болады. Мінекей осылай бізге алғыс айтып жатыр. Және соңғы кадрда Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың халықтың кездесуі және оған халықтың ризашылығы, сонымен қатар ол кісінің 2 емес 4-50 жылды жасаңыз деген тілектер айтылып жатыр. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты біздің қазақстандықтар өте жақсы көреді, сыйлайды, қазаққа 40 қала салып берген кісі ретінде, және сондай үлкен еңбек жасай отыра өзіне бірде-бір қаланың атын қоймаған, халықта бағалай алған және халықтың өзі ол кісіні сыйлаған тұлға болатын. Бәрекелді, Ирина Хайратовна тобына біз тек қана алғыс айтамыз. Сіздер де көріп түсінген боларсыздар. Егер менің айтқан түсіндірулерімнен қалып кеткен мәселелер болса, сіздер де ойларыңызды қоса беріңіздер. Тағы мен көрмеген, байқамаған ойларды айтсаңыздар болады. Сондықтан бұл шығармашылық топқа сәттілік тілеймін. Егер ол кісілердің өзі бұл видеоны көретін болса, бізге сұхбат берсе, емін-еркін айтса, біз жеке ойларына үңілсек болады екен. Ендеше сіздер не ойлайсыздар? Арнамызға жазылыңыздар және осыған байланысты ойларыңызды, пікірлеріңізді төменде білдіріңіздер.